Ассаляму-алейкум. Бүгін сіздермен өте дәмді асқабақтан дайындалған пирог дайындаймыз. Ең алдымен жылы суымызға тұз саламыз, араластырамыз, үстіне сұйық май құямыз, араластырамыз. Одан соң ұн мен қопсытқыш салып, тағы да жақсылап араластырып, жұмсақ, қолға жабысатындай қамырды илейміз. Қамырымыз дайын болғаннан кейін тоңазытқышқа салып қоямыз, салмасы дайын болғанша. Енді салмасын дайындаймыз. Салмасы үшін бізге тартылған ет керек. Содан соң асқабақ, төртбұрышты етіп туралған жуа және картоп. Барлығын бірыңғай төртбұрышты етіп тураймыз. Дәміне қарай тұзын, бұрышын салып, жақсылап араластырып, салмасын дайындап қоямыз. Енді қамырымызды аламыз да екі бөлікке бөлеміз. Біреуін үлкен, біреуін кішкентай бөлікке бөлеміз. Үлкен бөлігін алып, шамамен формамыздың 26-28 диаметрлік формамызға орналастырамыз. Содан соң екінші бөлігін дәл видеодағыдай жайып аламыз да, сосын ортасына салмасын саламыз, бетін тегістейміз де, содан соң екінші қамырымызды бетіне орналастырып, жан-жағын әдемілетіп түйіп шығамыз. Жан-жағын дұрыстап тұрып түйулеріңіз керек, себебі қамырымыз ашылып кетуге болмайды. Осылай жан-жағын әдемілетіп түйдік. Содан соң бетіне бір жұмыртқаны жағып, одан соң ортасына тесік қалдырып, қалауынша кунжут сепсеңіздер болады. Қызып тұрған духовкадағы пеште 180 градуста шамамен 1 сағаттай пісіріп аламыз. Пирогымыз кішкене суығаннан кейін кесіп дастарханға ұсынсаңыздар болады. Пирогтың дәмі өте керемет болып шығады, және де қолжетімді, үйдегі бар заттармен дайындалатын пирогтардың бірі. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып, менің каналымның дамуына өз үлестеріңізді қосып кетіңіздер. Ас болсын!